Бүгін 2024 жылдың 7 шілдесі Миялының шетінде тұрмыз. Аудандық қоғамдық кеңестің төрағасы Жолдас ағамыз бар, және осы ауылымыздың жанашыры Біржан ініміз бар. Соның көлігімен осы жерде тұрмыз. Өйткені Тәппар деген мынау Миялының шеті, Сағыздан келетін жолдың бойы. Бүгін 25 тонналық 3 шақман көлігі осы мынау 40 градус ыстықта осы жолмен 50-60 тонналық жүкті алып, прицебі бар, қосымша тіркеген. Осы жермен жүрген фактісі анықталды. Қазір осы жолмен екінші рейске келетін болса, соны анықтайтын боламыз. Өйткені мынау Қарабау жақ беттегі жолдарымыздың езіп, жолды бүлдіріп жатқанынан хабардар болып отырмыз. С прицепом шахмандар Миялының объездное, с прицепом шахмандар қаяқтан тасып жатқандарын қарау керек. Олар қайда тасып жатқанын анықтау керек. Жолды бүлдіреді мыналар. 183. Вот 913. Үшеуі де міне Миялға кіріп баталып, с прицепін тапалап жатыр мына Сағыздың жолын. Бүгін 7 шілде, кешқұрым уақыт. Сағыз станция, Сағыз ауылы. Мынау шевенгі тиетін мынау жаңа эстакада. Соның осы жерден 6 шақман тиеліп Миялға тасылып жатыр. Бүгін мана 11-дің шамасында Миялдан кері қарай өткен. Солар енді мына бүгін тиіп Миялға жүргелі тұр, Қарабауға қарай. Клубқа тасып жатқан болу керек. Әрине, ол бюджеттің жасап жатқан жұмысына біз ризамыз. Жұмыстар жүрген дұрыс, бірақ енді ауыр машинамен 25-30 тонналық шақманмен мына Миялы Сағыз және Миялы Қарабау жолының бұзылғанын қаламаймыз. Өйткені 40 градус ыстық. Сонда осындай 18 тоннылықтан 1 шілдеден бастап жүруге тыйым салған Қазақстан бойынша. Және облысішілік жолдары бар. Біздің мынау Атырау облысында осы жолдардың барлығы да жаңағы өте жұқа, үлкен мынандай ауырмай көліктер жүретін болса, жолды бүлдіріп кетеді. Сондықтан болған шақманды жүруіне біздер мына қоғамдық кеңестің мүшелері, Жолдас ағамыз бар, бәріміз жаңа осы зерттеу үшін келіп тұрмыз. Тиеп алған міне. Жүргелі тұрса керек міне. Міне машинаның ішінде осы көліктердің бәрі біздің Миялға жүргелі тұр. Шығамыз.
О, қаяққа жүріп тұрсыздар? А, оған сіль. Айтады ка бағы. Жалпы. Атырауға айтады ка. Атырауға жүресіңдер ме? Жалпы солай. Атырауға жүрмесін. А? Тугец керек біздер осыны. Видеоға түсіріп тағаларыз. А? Иә. 416 ВД 06 242 АТ 06. Ан 06 барлық жаңағы мынау шахмат. X-Project аты 06. Қанша тоннық ма машиналарың? Он үш АБ 04 183 АТ 06. Миялға жүресіздер ме? Қарап ал. Енді. Таңертең қаяқ 11-лердің шамасында қайдан келдіңдер сіздер? Осы машинамен қаяқтан Миял жаққа бардыңдар ма? Миялға қайда бардыңдар? Қарабауға бардыңдар да? Қарабауға бардыңдар да? Келдік. Қарабауға не алып бардыңдар? А? Үстіге келдіңдер. Қарабауға не алып бардыңдар жалпы? Енді Қарабауға қайттан бармайсыңдар ма садалып? Мына ауыр жүктермен Қарабауға қарай жүретін болсаңыздар, ескертіп қоямын айтыру. Қарабаудан келген болып тұрсыңдар ғой, бүгін 11-де. 11-лердің шамасында сіздер Қарабау жақтан пустой осыған тиюге келдіңдер. Жақсы ойын ойдыға 11-де деп тұрсың ғой, келдім деп тұрсың ғой. Иә, мен де қазайын болғанда осы ауданның қазайынымыз, бәріміз қазайынбыз ғой үшеге. Жақсы. Түнгі сағат 3-тің шамасы 2:43. Енді қазір біз мынау келатқан мына шахмандарды қарсы алуға шықтық. Біреу өтіп кетті жаңа ғана. Қалғандарын қарсы кетіп бара жатырмыз. Бұл шахмандардың үстінде перегруз жолымызды бүлдіретін болғандықтан манағы сағызда тұрған көліктер түнгі сағат 12-де қозғалып сағыздан мына жұрт тынышталған мезгілде мына жолымызды бүлдіріп мына Қарабауға өтіп кету бағытында келе жатыр. Алты шақман біреу өтіп кетті. Жайлап жүр. Жоқ, мына жерге тұрайын, ана жер узкий жаман жер бар. Өтсін. Сосын айнала қоярмыз. Иә. Жоқ, тоқтай алмайды, ана жер узкий.
узкий аварийный не ғой, ремонт су шайып кеткен жер ғой. Мына видео фиксация жасап келе жатырмыз. Сағат неше болды қазір? 2:50. 2:50. Мына Миялға кіріп келе жатыр. Осылардың барлығы перегруз. 65 тоннадан бар. 65 тоннадан бар әр қайсында. Бұлай айтқанда шахманмен міне. Міне. Екінші көлік кетті. Шахман. Міне үшінші көлік. 242 міне екінші көлік, үшінші көлік кетті. Үшінші көлік 243 нөмірлі. Артта үш көлік болу керек. Төртінші көлік кәтір. 183. Міне. 183. Қанша? 416. 416. Ақ. Ақ. Бесінші. Мынау алтыншысы ғой? Соңғысы кәтір. $757. Міне осы көліктердің бәрі жолды бүлдіріп жатыр. Осыны біздің осы байқап қалып, түннің ішінде жүру үшін 2,5-да тиеген көліктерін түннің ішінде Миялдан өтіп кету үшін осы түннің ішінде түнгі сағат 2:40 қой да? 2:50 шамасында мына Миялдан өтіп кетуге кері қарай мына келе жатыр. Мына өтіп кетуге. Ал енді бұлардың перегруз неге дейсің, мынау осы жер жолымызды бүлдіреді. Оның әр жағында Миялдан Қарабауға дейін өте ауыр салмақпен мына жерімізді езіп жібереді. Солай ғой, күн болса ыстық. 30 вагоннан 60 вагон тасылып жатыр осы. 30-дан 60 вагонды осы шахманмен тасып жатыр. Шахман негізі бұл рұқсат етілмеген жол. Бұл рұқсат етілмеген. Мынандай жолға рұқсат етілмейді. Негізі бұлардың барлығы тек қана карьер таситын көліктер. Бұл біздің асфальтымызды бүлдіруге тиісті емес еді. Мына сағат кешке қарай біз 8-да барып кеткен болатынбыз. Сол көлік мына түннің бір уақытында Миялдың үстінен өтіп кету үшін түнгі сағат 12-де қозғалып, міне сағат 3-ке 10 минут қалған мезгілде Миялдан өтіп кетуге келе жатыр. Бұл айтқан адам аяғы басылғанда. Шахман өзі неше салмағы қанша бұның? 25 тонна. 25 тонна. Бұл негізі 18 тоннадан артық жол жүруге бірінші шілдеден бастап рұқсат етілмейді. Осып кете бересің бе? Анлар тоқтатты ма екен? Алды. Тоқтатты. Жоқ, ілесіп бар. Артын ілесіп барамыз ғой. Маған ғана былқиып батыр жатқызып тастаған. Иә. Төбесінен көрініп бар. Төбесінен, әрі және мынаның үстінде палагы жоқ. 6 машинаның үстінде присебімен үстінде палагы болу керек, ешқандай палагы жоқ. Бұл айтқанда нарушение жасап жатыр осының өзі. Ешқандай палагы жаппаған, присебіне де, мына шахман көліктеріне де жаппаған.
былай айтканда үстүнө жана перегруз тийип алып, былай айтканда жолду нарушение жасап келатыр. Артта осы біздер күтіп алған машина ілесіп келе жатыр. Мына артта осыларды күтіп алып, бұл жерде ешкім жоқ деп әрі-бері разведка жасап, мына сол ілесіп келе жатыр. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Жүр, анным не қылып тұр мұнар? Барайық. Оғанымса, мен депутат, мына қоғамдық кеңес түсіріп тұрмын. Осы тұрғанда мен түсіріп тұрмын. Сондықтан жаңа айтып қояйын, видеоға түсіріп тұрмын. Ертең жариялайтын боламын, сіздердің барлықтарын жариялайтын боламын. Бәрі жариялайтын. Жоқ, сіздер шаруам жоқ. Сіздерге тапсырма. Мен депутатпын, жаңа осы бәрін қоғамдық кеңестің мүшесі. Мына машинасының бәрін қазір осы бойда алып, ана алдарыңа апарып қорасыздар. Сосын жаңа мына документтерін барып толтырасыздар. Мына үстінде палагы жоқ. Бір мана сағат 2:30-дан барып тиеп алып, мыналардың кешке дейін біз барып қаралдық. Мана барып кеттік сағат 8-ден шамасы. Сонда қозғалмай тұр. Түннің бір ағын өткізіп келіп тұр. Шақман, перегруз. Мына бірде-біреуі Қарабауға бармайды. Топырағын өшеген түсіреді. Баратын болса, ана 10-15 тонналық машинаға тасып апарсын. Біздің жолымызды бүлдіретін жайымыз жоқ. Түсінікті ғой, а? Сондықтан жаңағыдай перегрузбен жасап баратқан мына бәрін мына інім. Мана осы жігітті мына көрдім мен. Мен көрдім ғой. Жақсы. Бұл жігіттерді шаруам жоқ. Бұлар рабочий адам ғой. Жүреді, барады, тұрады. Сендер шаруам жоқ, азаматсыңдар ғой. Бірақ апарып осы ойда бірде-біреуі бар ғой. Таңертең біз демаламыз, қазір түнімен бар әдейі күтіп тұрық жерді. Бірде-біреуі кетіп қалатын болса, сіздер жауапты боласыңдар. Мен қазір видео фиксация жасап тұрмын. Сондықтан мұнлардың бірде-біреуі жаңағыда кетіп қалмайды. Таңертең бәрін апарып, жаңағыдай бүкіл топырағын Қарабауға түсіріп, ана 10-15-тік ана КамАЗдар бар ғой, сонымен апаратын болсын. Мына шақманмен вообще мына жүргізіп болмайды. Мына карьер таситын машина. Жасаған шығарсыңдар, бірақ енді болмайды да енді. Ертең сендер Қарабау жолымызды сендер оңдап бермейсіңдер ғой. Міне көрдісіңдер ғой, міне жақсы, сендер шаруаң жоқ енді. Болды, жақсы. Бұл жігіттерден тиіспеңдер, бұна иесілерімен болыңдар, бұл жігіттердің не шаруасы бар? Айтты театр. Бұлар жұмысшылар ғой, жұмыстар шаруамыз жоқ оларда. Олар иесілер табылады ғой. Мына көріп тұр, мен Нұр Бейсенбаймын, депутат, қоғамдық кеңестің мүшесімін. Мына кім, Айжан апай танисың ғой, кім бәрі ауылдың адамдары, төртеуміз де қоғамдық кеңестің мүшесіміз. Біздер жаңа лишний адам жоқ бұл жерде. Түсінікті ғой? Біздер енді жұмысымыз ғой, саған шығып тұрмыз ғой, еш жүре береміз бе? Жүре береміз бе? Оны Қарабауға дейтін, мұндай машинамен тасу дейтін, вообще дұрыс емес қой енді. Жеңіл машинамен елерінде қайда бір жеңіл машинамен тасуға болады ғой. 15 тонналық машинамен беріледі деді ғой. 15 тоннылықтан ауданның әкімінің өзі айтты. 15 тоннылық машинадан басқа машина жүрмейді мына жолға деген әңгіме айтылды ғой. Түсінікті. Болды. Заң аясында барлық заң аясында, бірақ босатып жіберуші болмаңдар, Таңертең біз келеміз, сағат 9:30-да енді 9-дан апарып қойғызыңдар. Жақсы. Мына жігіттер демалсын барып. Жақсы. Жоқ, ол жазып белгілі бұл. Нөмірлер белгілі ғой енді. Нөмірлер белгілі, ол нөмірлер белгілі. Жақсы, түсіріп алайын.
219 606. An 06. Ayın 06. Жігіттер былай айтыңдар, мен видеоға түсіріп қоятырмын, түспей ақ қойыңдар. 183 606. Төрт жүз он алты ВД 06. Acı 06. Қоғамдық кеңестің мүшесі Қызылқоға аудандық редакторы Бауыржан Сейсенов деген азаматпын. Бәріміз осы аралап жүрміз. Бұл әңгіме, бұл жерде біздің бұл машинаны ұстаған мақсатымыз мына жаздың ортасында 40 градус ыстықта осындай көлікпенен үстінде ешқандай мына өздерің көріп тұрсыңдар, палаңы жоқ, нарушение менен жаңағы мынау қарабаудың жолын тапап жатыр. Үстімізде груз жоқ деп қалуы мүмкін, ана грузды да түсіріп алмадық па дейді ғой. Груз ба? Груздар бар ғой. Жақсы. Иә. Грузымыз жоқ деп пе? Грузы қайда аударып тастайды деп тұрсыздар ма не? Груздардың бәрі бар ғой үсті топырақты. Қой, ондай болмайды ғой. Міне, қазір үстіне өстетін топырақтар үстінен көріп тұр да. Міне, бәрін түсіріп отыр солай. Үстінен көріне ме? Көрініп тұр бұл жерде де. Жоқ, манадан көрінбейді. Қазір үстіне шығып тұрып қарап түсіреміз ғой. Қаншалық жаңағыдай. Мында да шығып тұр. Міне да топырақ үстіне шығып тұр міне. Мына нешеуге үшінші ме? Төртінші ет бәлки. Үшінші. Төртінші ме? Бесінші, алтыншы. Біздер осында күтіп жүрміз деп өтірік айтып отырған балдар негізінде. Кім балдар айтады? Біз болмаса өткізіп жіберейін деп тұрады. Біз болмаса өткізіп жібереді әрине. Өткізейік бәрінде. Мына роботсында бәрі өтсін, сосын артына ереміз ғой жай. Жоқ, бар, ана үстіне бар, заявление тастап кетеміз ғой. Ертең заявление жазамыз деп жүреміз бе? Жоқ, сразу жазып кету керек роботның басына. Төрт адам. Арызы жоқ, тастаған дейді ертең. Арыз жоқ, ешқандай жоқ дейді. Өздері кетті, олай болмайды ғой.
Toprak. Мына топырақ үстіне төгіліп Төгіліп жатыр мына. Бала, где же прицепті қара, бәрі көрініп тұр. Бәрі көрініп тұр міне. Қазір барып түсіреміз. Шеуін бе? Жоқ, карьер. Активинский жаңағы ПГС. Жаңа екі машина қайда? Бәрі кетті. Нөмірлерін түсіріп алып қарашы Жоқ, бұларды. бар. Соны барып сол балдарды қарау керек. Анан қара. Бүйтіп қалған бақа ол. Мына үйді күнсізде айтқан жер дейтін жаншып жібереді ғой, жаншығанда да. Біздер қай күні кездестік ана көпірдің басында. 27 сияқты. Бұл ана неден кейін ғой? Қоғамдық кеңестен кейін ғой? 27 сияқты. 27-сі ме бүгін нешесі? Бүгін 7-сі. 10 күнде уже тасып жатыр сонда. 30 асып атқан бұлар, біздің көргеніміз ғой. Себебі тупиктегі жігіт айтып тұр ғой, 30 вагоны бір келді, 30 вагоны бір келді. Солардың бәрін тасып атқан осы машиналар деп тұр ғой. Және ол ана жеңіл машинамен 15-тікпен, 10-дықпен тасыса ештеңе емес қой. 15 тоннаға ұқсап кетті. Оның 15 мың шақман ғой, 25 тонналық қой, Мына 25 емес, бір 40 тонны бар ғой. 65 тонна. 65 тонналық бәтір да, спирсетін да. Сонда 65 тонны бір вагон ғой, Бір вагон алып. Бір әрқайсысы бір вагоннан алып бәтір да. 6 вагон тиеп алып тұр сонда. Езет. Ана ары қарай қалай жүреді десеш, қиямет көпірлерден ана қалай өтеді? Қарабауға дейінгі ме? Жоқ, мына әкелдім енді, топырағын түсірсін үшіге. Сосын ары қарай басқа көлігіме тассын. Мынаған болмайды ғой шақманға баш жүргізуге. Талтайып бүйтіп қалған ғой. Талтайып прицептерден. Салмақ қой. Осылар ғой езіп. Жолдың бәрін бітіріп жіберген ғой, осы мына. Мына жер ойырып қалған, мына жерден ояң болып қалған. Енді объездной ғой сосын ғой. Қаншама көлік жүріп жатыр үш жерде. Дурак па, не қылып жүрмін? Онда жүр, бізде жүрейік. Біздер артынан қуып барайық, неге босатып жібересіңдер деп. Робот тоқты. Роботның тұсынан не істемесек кімге қайта соғамын? Алдынан балық тоқтатпай, мына жер апарып тұрғызбаймын алдын. Нәрсе бұрылған жоқ. Асып кетті. Бастықтар айтқан бұлар бәсіңдер бұрылма, тоқтамалар. Көреміз деп пе? Бұрылған жоқ, асып кетті. Онда бас сенде, бас. Жоқ, әнжеге тоқтатып жатыр. Енді бұрылмайды оған жерде. Қай жерге? Ана. Жоқ, алдына қарай бізде басайық жүр. Роботы қайда? Мына жерден бара алады ғой, ауылдың ішіне түсіп бұрылады кері. Бұрылады да мұнтаж жоқ. Роботы мін тұр. Роботың алдында тұру керек. Жолға тұруға тиісеміз ғой. Ана өзі ғой. Далада сопровождать етіп бұрып кіргізу керек қой, мигалкасын. Ары қарай. Мына жерден бұрылу керек қой. Бұрылу керек қой бұна қарай. Бұрылмағасын қайдан біледі? Ана объездноймен кері айналдырып алып келу керек. Ғизаттың жағымен басып кері алып келді, мұнлар айтып. Жүрге тұруға болмайды, роботның алдына. Жоқ, аналарға айналдырып кері алып келді деп айту керек. Дурак мына бар ғой, біздің ДПС бар ғой. Ой, оған тәртіп беріп тұр ғой. Ол тек бізден амал жоқ болып тұр ғой. Қайыр мұнаң бар. Айбат, мыналар қайда баратыр? Сендерге бұл жолға далаға бос. Ар жағындағы жолға сыймаймыз деп тұр ғой, бәрімізді де общий көшеге тұра берейік. Жоқ, бұл жерге мына нарушение қалайда? Мына кері айналдыр. Кері айналдырыңыз, ана басқа жерге алып кетіңіздер. Сият бәрі де. Өткенде сыйдыңдар ғой, ештеңе жоқ. Дүзік қой, роботның алдына апарды, бар. Мына объездноймен кері Қизаттың үй жағымен өзің сопровождение жаса, Айбат апар. Бәрінен сұрақ бар, бәріне 15 жылдан водитель ғой, мен білем ғой. Осы жерде тұрамысың, бәрі Тұруға болмайды жолға. Жол емес пе мынау қайда тұрайын деп тұр? Батпайды ешкім, асфальт бәрі. Неге 60 тонна жүк дейді онда?
Сосын ар жағынан түш бар, ар жағынан түш. Мына осының үстіне жүк толған жүк. Аға түсіре берме дедің ғой. Біз қалашағы бар, бәрі интернет қарайды. Мен сенің өзін түсіріп жатқан жоқпын. Машинаңды неге түсірмеймін? Машинада мен. Жеке өзінде шаруам жоқ. Мен машинаңды түсіріп тұрмын. Шахманмен мұнда түннің ішінде неге жүресіңдер сендер түннің ішінде? Су көпіріп жасамаймыз ба енді құлап қалған заттың. Құлап қалған зат жасасаңдар шахманмен жүрмеңдер, 15 тоннықпен жүргізсін. 10 тонны тиіп алып кетіп тұрған. 10. Нәшік бұл жігіттер Бұлар шөпірлерді шаруам жоқ қой. Енді сондай датабо неге дейін. Халықтың бәрі қанша ашынып жатыр. Иә. Халық деген ашынып жатыр ғой. Жақсы сағыз миялын жасап береді келесі жылы. Қарабауды өлдім ешкім жасамайды ғой. Сонда біздер Ол тек қана бұзылған жерлерін оңдайды да кетеді ғой. Шынайы соған жандарыңыз ашып тұрса егерде. Иә. Давай онда бәрі күш болмаса шығып кетейікші. Ол атырау айналып кетейінші. Қайда шығып кетесіз? Қайда? Ауырады кетемін, мына жаққа шықпасам болды емес. Қайда шығады? Сіз мына тұрасыз деп. Енді шыға алмайсың оған. Шыға алмайсың енді уже келді ғой. Уақытымыз алмайық. Жұмысын жасай қағаздар. Алдабай. Қағаздарын Қалдырыңдар жұмыстар. отырғанда әншейін жасаған ештеңің жоқ. Әншейін жасаған жоқсың. Мекемеңнен ақша алдың. Сен олай жасама. Сен неге ондай әңгіме айтасың? Сен не ай сайын әншейін жасадың ба? Бір теңгесін де қойған жоқ. Міне түсіріп ал мәселенің барлығын. Иә. Айтайық, разборға дейін барайық. Айыстың бастығы бар, ана жолдың бастығы бар, бұлардың бастығы бар. Су кеткенде жандарың шығады деген сөйдеген сөз. Иә. Суға кеткенде біз ауылымыз жаманды ойлап тұрған жоқсыңдар, бәрін қазақтың баласы емессіңдер. Не айтыпсыңдар? Ауыздарың келмейді. Ішке барайық. Мынау толып тұр, оның несін қараймыз? Оның қарайтын ештеңесі жоқ. Билеп тұрған жоқ па, суға кеткенде дейді, жандарың шыққанда осы гамазбен аман қалған сен немене сол кезде әншейін жасап бердің дедім мен. Жүр кеттік бұл. Басысымен сөйлесең. Жүр. Кім бастықпен сөйлесін? Кім ол бастық, оған бастық, бізге бастық емес. Иә, бізге. Мына келді ғой машиналар. Иә. Мына қара машина. Міне осы балдарды қарап алу керек еді. Ой, қайшы жоқ. Не керек өзі? Жас балдар болар. Үш жерде отырып телефон соғып жатқан шығар бастықтар. Машина ішінде тұр. Оның не керегі бар? Бізге нарушение нарушение толтырсын заңда басқа ештеңе. Өшіге 7-8 машина тұрды ғой. Иә, мына жерге тұрады ғой. Бірден түйіп тастады. Мына қоршап тастады ғой. Сол. Ой, жоқ, ар жағында айналатын жері бар ғой. Әкеліп қойса, өзі біледі не болғанда. Таңертең машина тұрса болады деді ғой. Жері бар, ана жерде. Ішінде бастық дежурный нелер бола ма? Болады ғой. Басшылар бола ма? Басшылар? Болады ғой. Жоқ, басшы болмайды ғой, біз арыз тастаймыз болды. Дежурныйға тастап кетеміз ғой. сағызбен келе жатқан нарушениесіне шара қолданып, қарау жағына Атырау облысы полиция департаментінің Қызылқоға ауданының полиция бөлімі. Тұрсын ба? Енді ол жолмен сен де өзіңде жүресің ғой асқатау. Сағызбен миялын жасап берер, миялымен қайды ғой, сонда қаңып қалайық деп тұрмыз ғой біздер. Қоғамдық кеңес, Қызылқоға ауданы қоғамдық кеңес. Қоғамдық кеңес. Өзі ертің ішкі істер бөлімі қоғамдық кеңеске отчет берейін деп отырмыз. 390-да бересіздер. Ол 340 болды ма сен? Транспортный кемет, транспортный
Қызылға ауылдығы округі Қарабау селосына ертең 6 шақырым кіріседі. айналысатын жігіттер бар ғой. Солар енді қай жерден оқиға қалай болғаны туралы түсінік алуы мүмкін. Сол дұрыстап айтасыздар. Бұнымен кім айналысады? Сағат нешеде? Енді технадзор айналысады ма? Технадзор қазір отпускіде. Кім ол? Әбілқасым деген жаңгелген жігіт. Иә, Бержан Әбілқасым. иә. Енді соның орнында қазір міндетін атқарып жүрген мана Балтабек деген жігіт болды. Манағы жүрген бе? Сол жігіт ертең енді айналысады ғой. Балтабектің фамилиясы кім? Қамысбаев. Мына Қосоруден көшетін Қамысбаевтың баласы ма? Жоқ, жерге сағыныштар. Сяз. Сол ғой енді. Қаланбай қалған жағдайда осы өмірде соғыңыз деген сияқты. Атырау облысының мына не бар ғой, прокуратурасының нөмірі сообщение келеді. Тіркеген ғой, Еголовта да менің номеріңізді. Дұрыс номер болса соған келеді. Мынау жаңағы 30 қайсысы? осы ба мына жаңағы бала Мынау жаңа бала ғой. білмеймін осы машина Білмеймін. білмеймін Жоқ, мына бала мен танымадым. Танымағанда танитын да бала сияқтымын, тұра тұр. Енді регистрация жасалды. Болды енді. Енді әрі қарай полициялар алысатын ба? Енді оның суды, мына топырақтың қаншалықты тиген карьердің биіктігін осы жерден байқауға болады. Қазір көрсететін боламыз. Осы жер ғой, міне машинаның үстінде көрініп тұр. міне қазір тоқтайды тұра қал осы жерде. жерде келген бе? Иә, мынаған дұрыс көрінбейді екен. Үстін нетпей ақ қояйық. Міне.